Сәлем қыздар, бүгін сіздерге 3 ақ заттан тұратын дәмді салаттың рецептісін көрсететін боламын. Өте пайдалы, сіздер де жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен бізге 1 штук пияз қажет болады. Ең кішкентай түрін алыңыздар. Бұл салатты жасаған кезде тек 2 тәрлікке ғана, осы мен жасаған рецептпен жасайтын болсаңыздар, 2 тәрлікке салат шығатын болады. Одан кейін 2 штук қызылшамызды тураймыз. Мен дәл қазір 1 штук қызылшаны турап жатырмын, бірақ бұл маған жеткіліксіз болды. Видеоның соңында мен тағы да 1 қызылшаны қосып турайтын боламын. Сонымен мен осы салатты дайындау үшін 2 қызылшаны пайдаландым. Және тұздалған капустамызды саламыз. Қыздар, міндетті түрде тұздалған капуста болуы керек. Көз мөлшерімен кішкене ғана саламыз, яғни 1 кеседей ғана. Барлығын жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай, егерде дәміне қарай кішкене тұз, қара бұрыш қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Кішкене тұрғаннан кейін қызылшамыздың бояуы сіңіп, осындай оңай салаттардың рецептісін іздеп жүрсеңіздер, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Өте оңай және тез жасалатын рецепттермен өзімнің каналымда бөлісіп отырамын. Барлығы жақсылап араласып қып-қызыл болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте пайдалы салат және оңай жасалады.